Автор Романовский Вячеслав Леонидович. Дереккөз ұлттық экономика министрінің блог платформасы. Санат мемлекеттік органдар қызметі. Сәлеметсіз бе? Жыл басынан дайын нысанды қабылдау және пайдалануға беру туралы жаңа ережелер күшіне енді. Құрылысы аяқталған нысанды қабылдау және пайдалануға беру туралы жаңа акт үлгісін қайдан алуға болады? Алматы қаласындағы халыққа қызмет көрсету орталығына, мемлекеттік архитектура бақылау комитеті мен архитектура департаменттеріне барып едім, маған оң жауап бермеді. Құрметті Вячеслав Леонидович, заң бойынша нысанды комиссия қабылдап алмайды. Салынған объектіні пайдалану жөніндегі қабылдау актісіне тапсырыс беруші мердігер техникалық және авторлық қадағалауларды жүзеге асыратын тұлғалар қол қояды. Оған сәйкестік туралы декларация, орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі мен құрылыс монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды құжаттар негіз болады. Изначально, то есть обращается, например, заказчик с какой-то конкретной идеей, то есть запроектирует жилой комплекс или гостиничный комплекс. Бізге тапсырыс беруші тұрғын үй немесе қонақ үй кешенін жобалау идеясымен келеді. Біз қағаздағы үлгіден бастап жоба бойынша барлық міндеттерді өз мойнымызға аламыз. Жобалық сметалық құжаттама толығымен тексерістен өтеді. Ол экологиялық, санэпидемиологиялық қызметтің сараптамалық тексерісі. Биылға дейін ол мемлекеттік деңгейде өткізілетін. Енді жеке сараптама тапсыратын болдық.